Бүгінгі тақырып шалбардың алдыңғы бойды тұрғызу. Шалбардың негізгі сызбасын сызу үшін бізге қажетті өлшемдер керек. Ол бел орамы, бөксе орамы, отыру биіктігі, тізеге дейін ұзындық және шалбардың ұзындығы. Қағаздың сол жағынан Т нүктені қоямыз. Т нүктеден төмен қарай шалбардың ұзындығын тік сызықпен сызамыз. Төмен жағынан Н нүктесін қоямыз. Т нүктеден төмен қарай В нүктені табамыз. Яғни отыру биіктігі В нүктені белгілейміз. Т нүктеден төмен қарай тізеге дейін ұзындық алынады. К нүкте белгілейміз. В нүктеден солға қарай формула бойынша СБ бөлу 2 қосу 0,7 В1 нүкте қойылады. В нүктеден жоғары қарай 6,6 см алынады. Б нүктесін қоямыз. Б нүктені солға қарай тік сызықпен сызып, Б1 нүктені қоямыз. Т нүктеден солға қарай тік сызықпен сызып, Т1 нүктені қоямыз. К нүктеден солға қарай сызып, К1 нүктені қойылады. К1 нүкте қоямыз. Және де Н нүктеден солға қарай сызып, Н1 нүкте қоямыз. В1 нүктеден солға қарай 4 см өлшеп, В2 нүкте қойылады. Шалбардың ортаңғы сызығын табу үшін В2 мен В нүктесін 2-ге бөліп, В3 нүкте қойылады. В3 нүктені жоғары қарай және төмен қарай тік сызықпен сызылады. Табылған нүктені тізе сызығы бойынша К2, төмен сызықта Н2 және Т2 нүктелер қойып шығамыз. Т1 нүктеден оңға қарай формула арқылы СТ бөлу 2 қосу 2, яғни белдің жартысын бөлеміз 2-ге, қосамыз 2 см. Шыққан шаманы Т1 нүктеден оңға қарай сызып, Т2 нүкте қойылады. Т2 нүктені Б нүктемен доғал сызықпен сызамыз. Б1 және В1 нүктені доғал сызықпен қосамыз. Т1 нүктеден төмен қарай 1 см алынып, Т3 нүкте белгілейміз. Т2 нүктеден оңға, солға 1 см алынады. Ол бүкпенің шамасы. Бүкпенің ұзындығы 10-11 см алуға болады. Тік сызықпен сызып, табылған нүктелері тік сызықпен қосамыз. Яғни бұл жерде бізде бүкпе табылды. К2 нүктеден оңға және солға 10 см алынады. Табылған нүктелері К3 және К4 нүктесін қоямыз. Төменгі жағынан да Н1 нүктесінен оңға солға 10 см алынады. Табылған нүктені Н3, Н4 нүктелерді қойып шығамыз. Н4, К4 және В1 тік сызықпен қосамыз. В нүктесі, К3 нүктесі және Н3 нүктесі тік сызықпен қосылады. Міне, бүгін біз шалбардың алдыңғы бой сызбасын сызуды үйрендік. Үй тапсырма. А4 форматқа шалбардың сызбасын сызу.
Thank you.